Қаріпімізде әлі де олқылықтар бар. Жаңа әліпбиді жетілдіру керек. Бұл мемлекет басшысының жауапты сала мамандарына берген тапсырмасы болатын. Осыны ескерген өрлеу біліктілікті арттыру институты семинар кеңес өткізіп, емле ережелерін қайта қарады. 2025 жылы латын әрпінің соңғы нұсқасы қолданысқа енеді, яғни қазақ тілінің латын таңбасына көшу мерзімі нақты, тек жүйелі жұмыс атқаруға қажет. Бұл орайда ғалымдар мен лингвист мамандарға артылар сенім мол. Сондықтан тіл жанашырларының алдында латын қарпіндегі олқылықтарды түзету міндеті тұр. Ал жамбылдық мамандар семинар кеңесте емле ережелерді қайта қарап, ұсыныстарын ортаға салды. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың кешегі мәлімдемесі бойынша, мынау әліпбидің және емлелік ережелер ішіндегі олқылықтарды қайта түзету және оны келісіп барып бір-бірлеріне мәмілеге түсіп отырып қайта қарастыруды ұсынған болатын. Сол себептен бүгінгі біздің семинар кеңестің өзі де осы мақсатта ұйымдастырылып отыр. Осы мәселені шешу мақсатында біз осы емлелік ережелерде қателікте кетпеу керектігін және шетелден келген сөздерге қосарланған дыбыстардың жалғануларындағы айырмашылықтар мен ерекшеліктерді нақты белгілеп алып ұсынуымыз қажет болып тұр. Бұдан бөлек жиында латын графикасын меңгерудің тиімді жолдары айтылды. Әсіресе педагогтардың жаңа әліпбиге көшу кезеңдеріне сәйкес біліктілігін арттыру жайы сөз болды. Өз кезегінде өрлеу біліктілікті арттыру институтының мамандары ұстаздарға бұл тұрғыда барынша қолдау көрсетуге әзір екендіктерін жеткізді. Семинардың негізгі мақсаты латын әліпбиіне көшу кезеңіндегі емле ережелерін талқылау, сондағы негізгі мәселелер. Ал бүгінгі семинарда бастауыш сыныптарына латын әліпбиін үйрету барысында мына әріптерді, ондағы емле ережелерін қалай үйретуге болады. Сол барысында педагог қызметкерлерге қандай да бір ұсыныс ретінде, көмек ретінде ұйымдастырылып отыр. Айта кетейік, бүгінгі жиында қаралған ұсыныс тілектер республика бойынша құрылған жұмысшы топ өкілдеріне жолданатын болады. Осы арқылы әліпбидегі кем-кетіктер қайта қаралады. Аятас Қарбекұлы, Шыңғысхан Кеңесхан, Дінмұхамед Абдрахманов, Жетшет Ньюс.